Балалар жақсы ма? Иә. Мен осындай көңіл күйлер керемет болса, ойынымызды бастаймыз. Балалар, сендер білесіңдер ме, қазақтың қандай ұлттық ойындары бар екен? Көкпар, арқан тарту. Жарайсың, көкпар, арқан тарту, шертпе, қазақтың көптеген ұлттық ойындары бар, иә? Соның бірі біздің қаталапай ойыны ішінде. Асық ату ойын ойнаймын. Балалар, мен мына қолымда дойбада толы асық бар. Ішінде толы асық бар. Осы мен қазір жерге төгемін. Сендер барлығын жиып алыңдар. Осы асықтың ішінде керемет бір өзгеше асық бар. Оны қан асығы дейміз. Ол қан асығын алған бала ойынды бастайды. Балалар, кімде қанша асық бар екен кәне? Кәне қан асығын кім алды? Өзгеше асықты кім алды? Қан асық. Кәне көрсетші. Ой, жарайсың. Рамазан қан асығын алыпты. Өзгеше асықты Рамазан алыпты, иә? Балалар, қан асығын Рамазан алды, иә? Енді осы алдарындағы тұрған асықты бәріміз ортаға шеңбер қылып қоямыз. Соны шертіп арқылы құлатамыз. Кім көп асық құлатса, сол асықты бала алып, сол жеңімпаз атанады. Кім жинағанын көреміз, иә балалар? Ендеше бастаймыз. Балалар, мен ендеше ойын шартын түсіндіріп өтемін. Мына шеңбердегі асықты былай шертіп құлатамыз. Құлаған асықты сол бала алады. Сосын кімде көп асық бар екенін көреміз. Сол бала жеңімпаз болады. Ең көп асықты жинаған бала жеңімпаз атанады. Мысалы, сенде қан асығы бар, иә? Демек сен бастайсың. Кәне ойынды бастап берші балаларға. Келесі кезекте Айсұлтан жалғастырады екен. Шертпе жазады. Ой, жарайсың. Айсұлтан біреуін асықты құлатты міне. Айсұлтан. Кәне Әмірхан, бастай ғой. Ой, жарайсың. Әмірхан екі асықты құлатты міне. Әмірхан екі асықты алады. Аяулым. Кел оған. Аяулым қызымыз. Ой, жарайсың. Аяулым үш асықты құлатты. Сендерге қанталапай ойын ұнады ма? Иә. Ұнаса осылайша ойынымызды жалғастырамыз. Балалар, бүгін қанталапай ойын сендерге ұнады ма? Иә. Енді асығымызды санап көрейікші. Кәне кімде көп асық бар екен? Кімде көп? Мына Рамазанда көп асық бар екен, иә? Демек бүгін Рамазан ойынның жеңіс атанды. Жеңімпазымыз Рамазан болды, иә? Жарайсыңдар. Ұнады ма сендерге балалар ойын? Иә. Қанталапай ойын ұнады, иә? Иә. Осымен бүгінгі ойынымызды аяқтаймыз.